Одан кейін мына сыраның бір жаман нәрсесін де айта кетейік. Соңғы кезде мына жастар сыраға әуес болып жүр ғой. Жаңағы сыраға әуес болып жүр. Сыраның жаман нәрсесін айтайын. Оны да мынау ғалымдарымыз дәлелдеп шығарды. Сыра ішкен кезде, мысалға еркек ішетін болса, еркекте әйелдің гормоны болмайды. Ал сыра ішетін болса, еркекте әйелдің гормоны пайда болады екен. Ішкен сайын әйелдің гормоны күшейе береді екен да, оның әйелі бұл күйеуіне риза болмай қалады екен одан кейін. Ал енді әйелдер пиво ішетін болса, сыра ішетін болса, әйелдің өзінің гормоны бар, ана сыра ішкеннен кейін әйелдің гормоны күшейіп кетеді екен да, күйеуі аздық етіп қалады екен ғой. Жалғыз еркек оған аз болып қалады екен ғой. Сосын көшеге шығып кететін сол екен ғой. Шешініп, болмаса түнделетіп, қаңғып жүретіні сол екен ғой. Әйелдердің, сыра ішетін әйелдердің. Алла сақтасын. Осындай үлкен зиян болғаннан кейін Құдай тағала алдын ала ескерткен болатын. Пайғамбар саллаллаху алейхи алдын ала ескерткен болатын. Мына біздің мұсылман емес, біздің мемлекетте де мұсылман емес адамдардың, басқа мемлекеттердегі де, мұсылман емес мемлекеттерде әсіресе зинаның көбеюі, ажырасудың көбеюі, еркек пен әйелдің күйеуіне бағынбауы да осы сыраның сыры жатыр. Күйеуіне риза емес, сондықтан ол сыйламайды да, құрметтемейді да ол еркегін, ол ер азаматын.